Қайырлы күн сұлуларым. Бүгін күзгі бет күтімі туралы айтатын боламыз. Ал сіздер қазақ тілді контенттің қолдап, лүпілдеріңіз бен пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Күз мезгілі теріге ерекше күтімді қажет етеді. Себебі ауа райының өзгеруі терінің құрғауы мен сезімталдығына өте қатты әсер етеді. Күз мезгілінде теріңізді күтуге арналған бірнеше кеңеске құлақ түріңіз. Бірінші, ең басты ылғалдандыру. Құрғақ ауа теріні тез құрғатады. Сондықтан құрамында гиалурон қышқылы, глицерин, алоэ сияқты ингредиенттері бар ылғалдандырғыштарды қолданыңыз. Екінші, тазарту. Теріні артық кірден тазарту үшін жеңіл, сабынсыз тазартқыштар қолданыңыз. Терінің табиғи майлылығын сақтаған жөн. Келесі, пилинг жасаңыз. Өлі тері қабаттарын жою үшін жұмсақ скрабтар мен қышқыл пилингтерді аптасына 1-2 рет пайдаланыңыз. Арнамызда үй жағдайында пилинг жасау туралы арнайы видео бар, қарап шықсаңыз болады. Келесі, қорғанысты күшейтіңіз. Күзде де SPF кремдерін үнемі жағып жүріңіз. Өйткені ауа райының қолайсыздығы теріге зиянын тигізеді. Және үнемі айтатын кеңесіміз, үй жағдайында қолда бар өнімдерден маска жасауды тоқтатпаңыз. Ылғалдандыратын және нәрлендіретін маскалар теріні қажетті дәрумендермен қамтамасыз етеді. Енді әдетімізше осындай маскалардың бірнешеуіне тоқталсақ. Барлық тері типіне қолдануға болатын бал мен қаймақтан маска жасаймыз. Бір ас қасық бал мен бір ас қасық қою қаймақты араластырып, таза бет терісіне 15-20 минутқа жағамыз. Уақыт өткен соң жуып, ылғалдандыратын крем жағамыз. Ал майлы тері үшін бұл маскаға майлылығы аз қаймақ пен 1 шай қасық лимон сөлін қосып жасаймыз. Мұндай маска ылғалдандырады, нәрлендіреді, майда әжімді тартып, теріге өң береді. Ал қалыпты тері үшін жүзімнің 6-7 түйір жемісін сүйек пен қабығынан тазартып, 1 ас қасық қаймақпен араластырамыз. Бетте 20-30 минут ұстап, жылы сумен жуамыз. Аралас немесе қалыпты тері үшін ылғалдандыратын және жеңіл тазартатын маска жасау үшін 1 ас қасық қаймақты 1 сарыуызбен және 1 ас қасық сұлы жармасымен жақсылап араластырамыз. Дайын қоспаны бетімізге жағып, 15-20 минуттан соң бөлме температурасындағы сумен жуып тастаймыз. Құрғақ тері үшін Афродита маскасын жасаймыз. 2 ас қасық сүзбеге 1 ас қасық сүт және 1 шай қасық балмен араластырамыз. 15-20 минутқа жағып қоямыз. Ханымдар, арнамызда әр тері типтеріне күтім жасау туралы жеке-жеке видеолар бар. Өз тері типіңізге қарай қарап шықсаңыз болады. Ал келесі видеода үй жағдайында лосьондар жасап алу туралы айтатын боламыз. Сондықтан арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздердің әр лүпіліңіз бен пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Сұлуларым, күзде келіп, піскен жеміс жидектердің қоры молая түсуде. Ал сіздің беттеріңіз қоршаған орта әсерінен шаршаңқы көрініп, серпімділігін жоғалтса, онда жүзімнен маскалар жасаңыз. Бүгін жүзімнен ылғалдандыратын, нәрлендіретін және тазартатын маскаларды қарастырамыз. Ал сіз арнамызға жазылып, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыз. Жүзімнің құрамындағы А дәрумені теріні жасартса, С дәрумені тері қабынуының алдын алады, серпімділік береді. Биотин зат алмасуды қалыпқа келтірсе, калий элементі теріні ылғалдандырады. Бірінші, құрғақ теріге арналған нәрлендіретін және әжімдерді жазатын маска жасау үшін жүзім мен сүзбені бірдей мөлшерде алып, езіп, жақсылап араластырамыз. Бет терісіне 15 минутқа жағып, бөлме температурасындағы сумен жуамыз. Майлы тері үшін бірнеше түйір жүзімді езіп, үстіне 1 ас қасық ұн немесе крахмал қосып, әбден араластырамыз. Бет терісіне 20 минутқа жағып, содан соң жылы сумен жуып тастаймыз. Егер беттеріңіз күнге қатты күйген болса, жүзім мен балдан маска жасаңыз. 1 ас қасық езілген ақ жүзімді 1 шай қасық балмен араластырып, 15 минутқа жағып қоямыз. Маска жасауға уақытыңыз болмай жатырса, жүзімді жартысынан бөліп, бөліктермен 2 бетіңізді сүртіңіз. Жүзім сөлі теріге өң береді, жаңартады. 30 минуттан соң жылы сумен шайып тастаңыз. Теріні терең тазартып, серпімділігін арттыру үшін 1 ас қасық езілген жүзімді 1 шай қасық ұнмен және жарты шай қасық ас содасымен араластырамыз. Бет терісіне 10-15 минутқа шеңбер жасай отырып жағамыз. Содан соң жылы сумен жуып тастап, нәрлендіретін крем жағамыз. Арнамыздағы басқа да видеоларды, пайдалы кеңестерді жіберіп алмас үшін тіркеліп,
Лүпіл басып пікір қалдырып отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.